керек. Сөзімізді аяқтардан алдын бірнеше ауыз сөз әйел қыз балаларына да арнасақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: "Инналлаха та'ала катабал гирата аля ниса вал джихада аля риджал." Алла субханаху тағала әйелдерге қызғанышты жазды. Яғни оларды сондай қатты қызғанатын етіп жаратты. Вал джихада аля риджал, және еркектерге Алла жолында күресуді жазды. Фаман сабара минхунна иманан ва ихтисабан кана лаха митhl ажри шахид. Егер әйелдердің қайсы бірі осы қызғаныш мәселесіне келген кезде Алла субханаху тағала иман келтірген халде, сауабын Алладан үміт еткен, күткен халде сабырлық танытатын болса, әлбетте бұл жерде күйеуі екінші әйел, үшінші әйел алмақшы болса, сол кезде оның қызғанышы туындайды. Осындай кезде сауап үміт етіп сабыр ететін болса, оған шахидтің сауабы болады деді. Бұл хадисті имам Табарани рахимахуллах риуаят етеді. Сол үшін де мұсылман адам нағыз ақыл иесі, көзі бір нәрсеге қараған кезде қысқа ойлайтын немесе жақын жерде ғана көретін адам емес. Мұсылман адам әрдайым әрбір істің жақсылығын, жамандығын қиямет таразысына салып өлшеу керек. Ол қызғанып қарсы шығар. Қарсы шықса, Алла субханаху тағаланың "Фанкиху ма таба лакум минан нисаи масна ва саласа руба", екінші, үшінші, 2, 3, 4 әйелге үйлеңдер деген Алланың бұйрығына қарсы шығып жатыр. Егер сабыр ететін болса, оған Алла субханаху тағала керісінше сауабын береді. Әрбір мұсылман қыз бір мәселеге келген кезде бұл ақирет таразысына салып таразылағаны дұрыс болады. Қазіргі кезде көптеген әйелдерден естіп жатамыз. Алланың алдында әлбетте бұл өте ауыр сөз. Мен көзімді бақырайтып қойып, екіншісіне үйленгенше жасырын әлгі харам жолмен білген істеп жүргені маған артық деген сияқты сөздерді естіп. Алланың алдында бұл өте ауыр сөз. Алладан қорыққан әйел бұндай сөзді айтпайды. 4 әйелге үйленгені бір намахрам болған қызға көз салғаннан артық деген сөзді керісінше айту керек. Шынайы мұсылман әйелінің сөзі осы. Шынайы мұсылман әйелінің сөзі осы. Бұдан басқа сөзді Алладан қорыққан, қияметте Алланың жәннатын үміт еткен әйел айтуы мүмкін емес. Бұл сөзді айтқан әйел өзі қаласа да қаламаса да күйеуін зинаға итермелеп жатыр. Қоғамда зинаның таралуына өзінше атсалысып жатқан адам. Және күйеуінің тозақы болып, ертең тозақта өртенуіне, тозақта жануына разы болып жатқан әйел. Бұл әлбетте күйеуіне деген шынайы махаббаттың белгісі емес. Өзім танитын бір кісі мынандай бір оқиғаны айтып берген еді. Бір кісінің әйелі өте тақуа, Алладан қорқатын әйел. Әлгі кісінің таныстары көп, келім кетімі көп, үйіне қонақ келеді, кетеді. Әрдайым сол қонақты шығарып салу керек, тамағын істеу керек, күйеуінің қызметі бар. Әлгі әйел не бір нәпіл намаз оқуға уақыт таппаймын, Құран оқуға уақыт таппаймын, Құран жаттауға уақыт таппаймын, осы еш қолын тимей кетті деп күйеуіне шағымданып, күйеуіне жалынып жүріп, өзі екінші әйел күйеуіне алып беріп, альхамдулилlah, бос уақыт менде пайда болды. Түнде нәпіл, түнде тахаджуд оқуға мүмкіншілік пайда болды, Құран жаттауға мүмкіншілік пайда болды, нәпіл ораза тұтуға мүмкіншілік пайда болды деп, сондай өзі қуанып жүрген еді. Егер ақиретін әрбір адам ойлайтын болса, күйеуінің екінші, үшінші әйел алуы, бұның өзі оған Аллаға көбірек жақындауға бірден бір мүмкіншілік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисін еске салғым келіп жатыр. Ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси. Сендердің бірің өзінің бауырына қалаған нәрсені өзіне қаламайынша толық мұсылман бола алмайды деді. Бұл жерде ла юмину деп еркектерге қатысты айтылғанымен, бұл жерде еркекке де әйелге де бірдей. Яғни ешқандай бір мұсылман қыз өзінің мұсылман әпкесіне немесе сіңіліне өзіне қалаған нәрсені қаламайынша толық иман келтірген әйел бола алмайды. Ал егер сіздің басыңызға сол жағдай түссеше, күйеуіңіз Алла сақтасын қаза тауып, бала шағаңызбен жалғыз қалсаңыз, қиналсаңыз, жағдайыңыз жасайтын адам болмаса, сол кезде біреу келіп қол ұшын созып жатса, сіз бұл үшін қандай қуанар едіңіз? Сіз өзіңізді сол екінші әйел болып тиін деп жатқан әйелдің орнына қойып көруіңіз керек. Оған өзіңізге қалаған нәрсені қалауыңыз керек. Оның көз жасы үшін сіз қиналуыңыз керек. Оның бала шағасының қиналып жүргенін көріп, сіз қиналуыңыз керек. Себебі қашан адам өзінің ауруын сезінсе, ол адам тірі адам. Себебі өлі адам өзінің ауруын сезінбейді. Егер келіп оның денесіне егер бір жарақаттар жасалынып жатса да, ол сезінбейді. Адам өзінің ауруын сезініп жатса, ол адам тірі адам. Ал егер басқа біреудің ауруын, қиналуын сезіп жатса, бұл адам нағыз адам. Біріншісінде тек қана тірі, яғни өмірдің белгісі бар. Бірақ басқа біреудің қайғысына қайғыратын болса, басқа біреудің ауруына бірге қосылып ауыратын болса, бұл нағыз мұсылман адам. Бұл нағыз мұсылман адам. Сол үшін де осы нәрселерді еске алу керек. Егер күйеуіңіз екіншісін, үшіншісін алам деп жатса, ақиреттегі сауабыңызды ойлаңыз. Алла субханаху тағаланың бұйрығына қарсы шығып, Алланың ғазабына, ашуына ұшырап қалудан сақ болыңыз. Мен сөзімді соңында франциялық ойшылдың сөзімен тамамдағым келіп жатыр. Арабтар айтпақшы, «Әл-хаққу ма шахида бихил аъда». Ақиқат дұшпандар да мойындаған нәрсе дейді. Яғни дұшпаныңыз келіп, соның дұрыс екенін мойындап жатса, бұл оның ақиқат екенін көрсетеді дейді. Франциялық Атен Дене деген ойшылдың айтқан сөзі бар. Бір әйелмен шектелу бұл Масихия, Насрания дінінен алынған нәрсе. Және бұның астында көптеген жаманшылық, қоғамға зияндар жатыр. Осы зиян ең үлкен мөлшерде үш нәрседе қоғамда көрініс тапты. Біріншісі некесіз туылған заңсыз балалар, екіншісі отырып қалған, күйеуге шықпай қалған әйелдер, және үшіншісі
қоғамдағы жүргіншілік дейді. Алла субханала тағала бір еркекке 4 әйел алуды рұқсат етумен осы проблемалардың бәрін бізге шешіп берді. Қашан біз Алла субханала тағаланың көрсеткені бойынша өмір сүреміз, сол кезде біздің қоғамымызда осы проблемалардың барлығы шешіледі. Бізде көздерінен жас аққан жетім балалар болмайды, бізде жесір қалған жалғыз басты әйелдер болмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының дәуірінде олар осы қазіргі біздегі проблеманы тура сол жолмен шешкен еді. Олар қолдарынан келгенше жесір әйелдерді жалғыз қалдырмауға әрекет жасайтын еді. Және олардың әйелдері де соған көмектесер еді. Бізде иншалла осы жолда әрекет ететін болсақ, қоғамымыздағы проблемаларымыз шешіледі. Және әрбір мұсылман әйел өзінің күйеуіне осы қоғамдағы проблеманы шешуге үлесін қосу керек, көмектесу керек. Иншалла Алла субханала тағала бізге көрсетіп бергендей өмір сүруді және сол арқылы бұл дүниеде және ақиретте бақытқа кенелуді нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва